саламатсыздар ма? Үлкендерге сәлем бердік. Амансыздар ма? Алып атқан шипалы суларыңыз ем болсын. Ауырмаңыздар. Мен осының ішінде көбісін үлкен кісілер сияқты енді дауыстарынан қарап отырсам, мен өзім жаспын. Жазда давление соғып, басымнан жаңағы симптомын алғанмын, қан ұйып қалып. Сол доктордан 3 ай өттім енді. Енді доктордың жағдайын білесіздер ғой бәріңіз де, қандай болатын состояниесі. Содан өйстіп мені қарап отырып, су іштім, ағайдан алып, ем болсын деп өзім ниеттеніп іштім енді. Ішкі құрылысында ауырмайтын жерім жоқ қой, жас болғанмен де қазір. Кәрі жасқа қарамайды ғой, ол келген зат ол. Әйтеуір бір жеріңізден ұстайды. Сол іштім енді, сіздерге өтірік маған ішін басымда симптом болып тұр, қан ұйып қалған, ауыр, басымды көтере алмай, сіркін су көтере алмай, ашуланшақ болдым. Кітте бір затты іліп алып, көп сөз қылатын болдым. Осы суды ішкеннен бері басым қойып, осы күні міне Құдайға шүкір деймін енді. Басымдағы симптомым кетті. Мен соған қуандым. Басым ауырғаны қойды. Мен соған қуандым. Жас болсам да мен басымды көтере алмай, сонда да жұмысқа барам. Енді қазір заманда кредит деген бір өмір болдық қой енді. Сосын амал жоқ. Жұмыстан да қалғым келмейді. Сөйтіп жүріп, міне осындай дәрежеге жеттім. Басымда симптомым кетті. Басым ауырғаны қойды. Мен бәрінен қуанғаным, мен басымның ауырғанын қойғаны қуандым. Сол